Қайырлы күн, құрметті достар. Массауат каналына қош келдіңіздер. ұбт-да математикалық сауаттылықтан қалай жоғары ұпай жинап, грантқа түсу ықтималдығымды жоғарылатамын деген сұрақ масаласа, онда менің каналыма тіркеліңіздер. Есептерді шығаруда ыңғайлы, тиімді, түсінікті тәсілдерді қолданамын. Ал кеттік. 11-ші степ. Кестеде Ақкөл ауылындағы барлық мектептердің 4 жылдағы мектеп бітірушілер санында оқушылардың саны көрсетілген. Кестені пайдаланып төмендегі тұжырымдардың қайсысы ақиқат екенін табыңыздар дейді. Бұл есептерді тез шығару үшін, уақыты көп болмау үшін мен барлығын қосындысын тауып қойдым. Яғни 2014 жылы бірінші мектептен 45, екінші мектептен 35, үшінші мектептен 33 адам, сонда барлығы 113 адам бітірген. Келесі 2015 жылы 26, 34, 25-тен қосындысы 115 адам бітірген. Ары қарай 143 және 2017 жылы 44 адам бітірген. Енді осы жерден тұжырымдарды оқимыз. Астында не алды? 2015 жылы ең көп түлек бітірген ба? 2015 жылы бітірмеген, себебі 2016 жылы одан да көп бар. Сонда қате. Келесі 2017 жылы ең көп түлек бітірген. 2017 жылы ең көп түлек бітірмеген. 2014 жылы ең аз түлек бітірген. 2014 жылы ең аз түлек бітірмеген. 2015 жылы ең аз түлек бітірген. 2015 жылы ең аз түлек бітірмеген. Онда жауап 2016 дұрыс. Қарайық, 2016 не алды? 2016 жылы ең көп түлек бітірген. 2016 жылы ең көп түлек бітірген. Дұрыс болып тұр. Ары қарай 12-ші есеп. Кестеде соңғы 5 жылдағы 5-ші, 15-ші, 20-ші мектептердің түлектерінің саны көрсетілген. Кестені пайдаланып мектеп бітірушілердің саны ең көп болған жылды көрсетіңіздер дейді. Бұл да дәл алдыңғы есеп сияқты да. Бүкіл жылдар мектептегілерді қосып шығамыз. 2014 жылы 45, 30, 25 барлығы 100 адам. Келесі жылы 75 адам, одан кейінгі жылы 90, 65, 98 адам бітірді. Енді оқиық. Ең көп жыл қай мектеп бітірушілері қай жылды бітірді, соны табайық. Ең көп түлек бұл бізде біріншісі, 100, бұл 2014 жыл екен. Жауап бұл нұсқасы. Ары қарай кеттік. Мектеп оқушыларының 85% латын тілін біледі, ал 75% грек тілін біледі дейді. Егер кез келген оқушы екі тілдің біреуін білетін болса, мектеп оқушыларында неше проценті екі тіл білетінін табыңыздар дейді. Бұл Вен диаграммасы арқылы шығарылады. Вен диаграммасы. Осыған ұқсас есептер менің каналымда бар, қарап отырсаңыздар, басқа видеолардан қараңыздар. Вен диаграммасы бойынша жиындардың аттарын жазамын. Яғни латын деген жиын бар, менде грек деген жиын бар. Латын және грек. Латын тілінен 85%, грек тілінен 75%. Және менде айтады, егер кез келген оқушы екі тілдің біреуін білетін болса, сонда кез келген оқушы, сонда барлық оқушы деген сөз ғой бұл. Менде барлық оқушы 100%, соның 85% латын, 75% грек тілін білетін болса, онда оқушылар неше процент екі тілді біледі. Бұл шығару үшін 85-ке 75-ті қосамын да 100-ді азайтамын. 75-ке 85-ті қосатын болсаң 160, 160-тан 100-ді азайтатын болсаң 60. Сонда 60% екі тілді де біледі екен. Келесі 14-ші степ. Театрдың көрермендер залында қатар саны әрбір қатардағы орын санынан 7-ге кем дейді. Егер қатар санын 2 есе арттырып, әр қатардағы орын санын 5-ке кемітсе, онда залдағы орындықтар саны 270-ке артады дейді. Көрермендер залындағы орындықтар санын анықтаңыздар дейді. Шешуі қатар санын x деп алайық, орын санын y деп алайық, және орындықтар санын бұл қатардағы қатар саны мен орын санын көбейтіндісіне тең x y-ге. Теңдеу құрастыратын болсақ, театрдың көрермендер залындағы қатар саны, яғни x-ім, ол әрбір қатардағы орын санына y-тен 7-ге кем дейді. X-ім сонда y-тен 7-ге кем, және дейді, егер қатар санын 2 есе арттырып, әр қатардағы орын санын 5-ке кемітсек, онда орындықтар саны 270-ке артады дейді. Көрермендер залындағы орындықтар санын табыңыздар дейді. X-ім тең болады y азайтылған 7-ге дейді. Y тауып қойып, орын саны. Ол x қосылған 7. Осы өрнекті барлық y-терге қойып тастайтын болсам, 2x тең болады y деп отырған x қосылған 7 азайтылған 5 тең x көбейтілген x қосылған 7 7. Бұдан 2x көбейтілген x қосылған 2 x квадрат 7x 270, 2x квадрат қосылған 4x тең болады x квадрат
7x 270 иә. Теңдеудің оң жағында алған теңдеудің сол жағына аударатын болсақ, 4x квадрат 7x 270 тең 0. Одан x квадрат азайтатын болсақ, 2x квадраттан x квадрат қалады. 4x-тен 7x азайтатын болсақ, минус 3x қалады. Және минус 270 деген сан бар тең 0. Бұл дискриминантпен табылады, иә? Квадраттық теңдеу. Дискриминант формасы қалай? b квадрат минус 4ac. b квадрат деп отқан 3-тің квадраты 9-ға тең, 4a деп отқан 1-ге тең, с деп отқан 270-ге тең. Қандай 270 минус 270. Бұдан 9 қосылған 1080 болады. 1080-ге 1089 бұл 33-тің квадраты, иә. Бұдан x1 мен x2-ні табатын болсақ, 3 плюс минус 33 бөлінген 2. Бізде егер минуспен алатын болсақ, теңдеудің минус таңба шығады. Орындықтар саны когда қатар саны. Минус таңбаға тең болмайды, сондықтан плюсті қараймыз, иә. Яғни 3-ке 33-ті қоссам, 36-ны 2-ге бөлсек, 18. Қатар санымыз сол кезде 18-ге тең. Орын санымыз ол x қосылған 7 болды ғой. 18 қосылған 7 тең 25-ге тең. Олай болса, орындықтар саны x көбейтілген y болып 25-тің 18-ге көбейтіндісіне тең. 25-ті 18-ге көбейтетін болсақ, 450 шығады екен. Жауап В нұсқасы. Келесі 15-ші есепте. Дененің барлық қырларының ұзындықтарының қосындысын табыңыздар дейді. Қарайық. Мына жер 5, мына жерде 5, мына жерде 5, мына жерде 5, мына жерде 5, және мына жерде 5 болады. Келісесіздер ғой, да? Яғни 5 көбейтемін 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға. Ары қарай қандай қырлар бар тағы? Мына 18 деген қыр екеу, е. 18-ін 2-ге көбейтемін, қосамын. 30 деген қырым менде екеу, қосамын. 24 деген қыр тоже екеу. Бұл жерде мына арақашықтық белгісіз, е. Бұл арақашықтық менде мына жалпы 18 деген арақашықтықтан мына 4 деген арақашықтықты азайтқанға 14. Және бұл арақашықтық менде екеу. 14 көбейтемін 2-ге қосамын. Ары қарай мына арақашықтық менде 4 екеу, е. 4 екеу қосамын. Қай арақашықтық? Мына арақашықтық қалды. Мына екі арақашықтық. Бұл арақашықтық менде мына 30-дан 24-ті азайтқанға тең болады. 6. Онда бұл 6 екеуден. 30, 36, 60, 48, 28, 8, 12 тең болады. Қаншаға? 222-ге. Сантиметр. 222 сантиметр деп отқаным 2 метр 22 сантиметр деген сөз. Жауап А варианты. Келесі бұл қосымша есеп. Бұл сіздерге үй тапсырмасы және жауабын осы қазір комментарийда қалдырып кетіңіздер. Видеоны паузаға қойыңыздар, есепті шығарыңыздар, жауабын комментария қалдырыңыздар. Мен тексеріп айтамын, дұрыс емес екенін. Және де достар, егер сіздер түсіндіріліп жатқан есептер күрделі деп ойласаңыздар, онда видеоның описаниясында мен есептерді деңгей бойынша түсіндіргенім тұр. Сол жерден өзіңізге қалаған деңгейдегі видеоларды көре аласыздар. Ары қарай кеттік. 16-ші есепте. Суретте ауданы 96-ға тең полиграф пішімді кафель бөлігі кескінделген. Боялған бөліктің ауданын табыңыздар. Бізде көріп тұрғанымыздай барлық қабырғаларында бөліктердің ұзындықтары тең. Олай болса, мынау бөлінген аудандар да өзара тең деген сөз. Сонда бөлінген аудандар саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни осы кафель пішіндес полиграммын 1/8 бөлікке бөлінген. Соның бір ғана бөлігі боялған. Егер мен 96-тың ол 8 бөліктің қосындысы болатын болса, онда бір бөлігін боялған. Ол қаншаға тең болады? Соны табамын. 96-ны 1-ге көбейтіп 8-ге бөлетін болсам, 12 шығады. Жауап Е нұсқасы. Келесі 17-ші есеп. А және Б бағандарын салыстырыңыздар дейді. А ол 30 санның бөлгіштер саны. 30 санның бөлгіштер саны қандай сандар ол? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 сандар, е.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сан бар. А сонда 8-ге тең екен. Б. 30 санның 160 санынан кіші есектер саны. Яғни есектер саны деп отқанымыз 30 саны бөлінетін сандар. Яғни 30 30-ға бөлінеді, 60-ға бөлінеді, 90-ға бөлінеді, 120-ға бөлінеді және 150-ге бөлінеді. 160-дан ары қарай сандар керек емес. 1, 2, 3, 4, 5. Б 5-ке тең болып тұр. Салыстырамыз енді. Бұл жерден көріп тұрамыз, А бұдан үлкен, жауап С нұсқасы қанағаттандырады. Келесі 18-ші есепте. Атыста 4 қияр, 5 қызанақ, 2 пияз салынған. Аспап ыдыстан қарамай алған көкөністерін кем дегенде әртүрлі міндетті түрде бір-бірден алу үшін ең кем дегенде қанша көкөніс алу керектігін табыңыздар дейді. Бұл есепті шығарған кезде біздер ең үлкен шамаларды қараймыз. Ең үлкен шамалар бұл жерде 5 қызанақ пенен 4 қияр, Бұл екеуінің қосындысы 9. Егер мен 9 рет алатын болса, мен қияр менен қызанақ алуым мүмкін да, бірақ обязательно 10-шысында келесі бір жүрісте мен обязательно пияз алам, Сонда жауап С нұсқасы 10-шысында. Қараңыздар, мен 10 жүріс болатын болса, мен обязательно үшеуден алам. Неге? Себебі мен басында 4 қияр алып болуым мүмкін, 5 қияр қызанақ алып болуым мүмкін. Уже 9 жүрісім өтіп қалды, уже келесі бір жүрісім обязательно бір пияз алам мен деген. Егер қарайық, одан кіші сандарды қарайық, 9-ды қарап көрейік. 9 жүріс жүретін болсам, мен 4 қияр алып болуым мүмкін және 5 қызанақ алып болуым мүмкін де 9 жүрістің ішінде, бірақ мен пияз алынбай қалады. 8-де дәл сондай 4 қияр, 4 қызанақ алуым мүмкін. Ол жерде бір қызанақ, бір пияз қалып қояды. Сондықтан тек қана қанағаттандыратын бізде 10 жүріс, ол обязательно маған 3 міндетті көкөністерді береді. Келесі 19-ші есепте. Суреттегі кіші дөңгелектің ауданы 12-ге тең болатын болса, үлкен дөңгелектің ауданын табыңыздар дейді. Кіші дөңгелектің ауданы 12-ге тең. Дөңгелектің ауданы де ол пи r квадрат айтамыз, Пи деп отқам 3-ге тең r квадрат. Бұдан r табатын болсақ, ол 12 бөлінген 3 тең 4-ге. Бұдан r түбір астында 4 тең 2-ге тең болады. Сонда ұзындығы 2-ге тең екен, радиусы. Ал үлкен радиус ол 4 кішкентай радиустан тұрады, көріп тұрғанымыздай 2-ден, үшеуден тұрады деген ғой, кешіресіздер. Олай болса, үлкеннің ауданы ол пи үлкен r квадрат. Пи деп отқаным 3-ге тең, r квадрат деп отқаным 6-ға тең. 6-ның квадраты 36, 36-ны 3-ге бөлсек 108 шығады. Жауап А нұсқасы. Келесі 20-ші есеп. Құрылыста қолданылатын кірпіштің массасы 4 кг болды. Барлық өлшемдері одан 4 есе кем болатын сол материалдан жасалған ойыншық кірпіштің массасы қандай болатын табыңыздар дейді. Бізде сол материал деп тұрғаннан кейін кірпіштің біз белгілі бір тұрақты шама болу керек. Біз бұл жерде тұрақты шаманы тығыздық деп аламыз. Яғни тығыздығы бір зат, ол бір материал дегенді көрсетеді. Онда бізде құрылыста қолданылатын кірпіштің массасы 4 кг. Әуелде мынандай кірпіш қолданылсын, Бұның массасы 4 кг. Ал бұл көлемі, кірпіштің көлемі ол А, Б, С, А, Б, С-ның көбейтіндісіне тең. Сонда бұл кірпіштің тығыздығы деп мен М-ның В-ға қатынасын айтам, 4 кг-ның А, Б, С-ға қатынасын айтам. Ары қарай өлшемдері 4 есе кем болатын дейді. Яғни бөлек кішкентай осындай кірпіш, ойыншық кірпіш жасалған. Яғни бұл А емес, уже А бөлінген 4, Б бөлінген 4, С бөлінген 4 болып тұр ұзындықтары. Массасын табуым керек, массасы менде белгісіз. Маған белгілі көлемі, ол А бөлінген 4, Б бөлінген 4, С бөлінген 4-тің көбейтіндісі А, Б, С 64-ге қатынасы. Мен М2 деп, ол роның В2-ге көбейтіндісін айтам, Ро деп отқаным, ол міне 4 кг бөлінген А, Б, С көбейтемін. В2 деп отқан А, Б, С бөлінген 64. Олай болса, қысқарады, сонда 4 кг деп отқаным, ол 4000 грамм бөлемін 64-ке. 4000 граммды 64-ке бөлетін болсақ, 62,5 грамм шығады екен. Сонда массасы оның 62,5 грамм екен. Келесі қосымша есеп.
Бұл сіздерге үй тапсырмасы жауабын комментарияда дәл қазір қалдырып кетіңіздер және каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Егер есептер ұнаса, үліп басыңыздар. Түсінбеген есептеріңіз болса комментария қалдырыңыздар.